Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін дрожжсыз дайындалатын пицца жасайтын боламыз. Өте жұмсақ әрі тез дайындалады. Ең алдымен бізге үй температурасындағы айран керек болады. Біз айранымыздың үстіне тұз және де ас содасын қосамыз. Сөйтіп үшеуін бірге араластырамыз. Бізде реакция жүреді, айранымыз көтеріледі. Үшеуін әдемілеп араластырып аламыз да шетке қойып қоямыз. Алдын ала еленген ұнымызға осы айранды қосып араластырамыз. Қасықтың көмегімен әдемілеп араластырып аламыз да оның үстіне сұйық майымызды қосып тағы да араластырамыз. Енді қолымыздың көмегімен әдемелеп қамыр илейтін боламыз. Қамыр қолдарыңызға жабысып жатса, сәл ұн сепсеңіздер болады. Бізде енді осындай қамыр пайда болды. Енді бұны шетке бетін жауып қойып қоямыз. Енді пергаменттің үстіне ұн сеуіп, жаңағы дайын болған қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Осы уақытта пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Оқтаудың көмегімен жұқалау қылып жайып аламыз. Мұны біз жайып алдық, енді бұны тапамызға орналастырамыз. Сөйтіп майонез бен кетчупымызды қосамыз. Кетчуптың орнына томат салсаңыздар да болады. Мұны бәрін жақып болдық. Енді шұжығымызды бір келкі етіп үстіне қоямыз. Оның үстіне ірімшігімізді, яғни сырымызды қойып, оның бетіне ас көкті себеміз. Енді ас көкті сіздер сеппей қойсаңыздар да болады. Енді жаңа қызып тұрған пешімізге салып, пиццамызды 10 минут қана пісіріп аламыз. Бізде осындай пицца дайын болды. Сіздермен болған Қаракөз. Менің каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар болады. Өте тез әрі жылдам дайындалатын пиццалардың бірі. Астарыңыз дәмді болсын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.